диван батырлар. Мына біздің жоғары жақта не шаруаларың бар, не ол жақта не жұмыстарың бар деп сөйлейтіндер. Бұл сендер ойлап жатқан шығарсыңдар, жай әшейін ақша істеудің амалы деп, мына сергек деген. Бұл сендерді қол қылуға дайындап жатыр. Қол болсаң, сен басқа нәрсемен шаруаң жоқ. Азанда кетесің, қабыңдар қалап арбаң кетер. Кешке макарон тауып келу үшін сен бала шағаң қарауға уақытың болмайды. Сол құлдыққа дайындап жатыр. Өздері шешеді деп айтатын анау ақылдылар бар ғой, данышпандар. Біздің халықты басқарып отыр дейтіндер. Осылардың істеп жатырғаны осы, жоғарыдағылар. Сендер сиынып, менің патшам, менің басшым деп. Олардың ешқайсысын адал сайланған жоқ, ешкім халық сайлаған жоқ. Олар арам жолмен, арамдықпен, халықты алдаумен билікке отырып алған, омалып жабысып алған. Осы Қазақстанның байлығы солардық сияқты сезініп, қан сезініп кеткен. А сендер малсыңдар соған көніп жүрген. Диванда отырып алып жазғанда мастерсіңдер. Келмейсіңдер ме, айтпайсыңдар ма? Мен айлығым 60.000 теңге, 100.000 теңге мен ұштырап кәт төлеймін. Жоқ, жатыңдар. Ұрпақтарыңды Қытайға құл қылуға өздерің дайындап отырсыңдар. Жатыңдар, мен басқа ештеңе айта алмаймын мына халыққа. Бізді бәрін бақылап отырады. Мы знаем о вас все. Ең қорқыныштысы бұл сервер Қытайда тұр екен. Бізді қалай басқарғысы келсе солай басқарады. Неге біздің билік осыны жасап жатыр? Ал енді билік неге халықты бақылау керек? Билік деген кім ол? Халықты бақылауды тоқтатсын. Сергек па, тұзақ па? Қазір қадам басқан сайын әрбір қалаларда бір камералар тұрды. Сенің не істедің, не қойдың, қайда жүрсің, соның бәрін бақылап отыратын. Бұған басында біз назар аударған жоқ болатынбыз. Жарайды, жол ережесін бұзбау үшін, түрлі апаттар болмау үшін қойылған шығар екен деп. Бірақ мына шығарған видеоны көргеннен кейін біздің жүрегімізде қорқыныш ұялап жатыр. Мына видеоны қазір көріп шығыңыздаршы. Недавно мы в Китае посетили китайскую компанию Hikvision. В принципе, сотрудничает с нашим правительством и акиматами городов. Они оцифровали все основные города. Причем оцифровали очень глубоко. Нажимаешь на экран и входят данные на того или иного человека, включая буквально все. Когда он закончил институт, куда ходит в свободное время, какие кредиты имеет и так далее и тому подобное. Нам нужно идти в этом направлении. Я ставлю такую задачу именно перед руководством нашей столицы. В конце недели нарушения ПДД в столице будут выявлять с помощью новой интеллектуальной системы «Сергек». Сегодня в полночь в столице Казахстана заработает система видеонаблюдения «Сергек». Установлена система скоростомеров «Сергек». Все это бездушная система «Сергек», которую почему-то называют оками Секешева. Міне қараңыздар, біз шетелге шығамыз ба, сонға барамыз ба, бізді үш жағымыздан фотоға түсіріп алады, алдымыздан, қасымыздан. Бұны біз биометриялық адамдардың белгілері дейді. Осы арқылы сіздің қайда жүргеніңізді, не істегеніңізді, кіммен жүргеніңізді, қайда қонғаныңызды бәрін бақылап отырады. Яғни біз тұзаққа түстік, торға түстік деген сөз. Үстімізден біреу бақылап отырады. Осының ішіндегі ең сорлысы, ең қорқыныштысы бұл сервер Қытайда тұр екен. В скором будущем вся информация о гражданах РК будет храниться в Китае. Всю установку, сборку, тестирование, интеграцию порталов и обслуживание будет осуществлять китайская сторона. Там будет храниться все данные с порталов egov.kz и других порталов. Яғни Қытайда отырған, серверді басқарып отырған адамдар біздің бүкіл өмірімізді бақылап отырады. Және бізді тұзаққа салып, бізді қалай басқарғысы келсе солай басқарады. Для анализа ваших передвижений мы используем камеры наблюдений и сеть дорожной полиции. Мы знаем о вас все. Мысалы, мен шетелге шыққым келеді. Сол шетелге шығар кезде айтады, сіздің мынандай бір кемшіліктеріңіз, мынандай бір жасаған қателіктеріңіз бар екен, бұл шетелге шығармай қояды. Не істейсің? Түк істей алмайсың. Банкыдағы карточкаңды блоктап тастайды. Бұл ештеңе істей алмайсың, жалғыз өзің не істей аласың? Және бұны Қытай өзінің пайдасына қарай пайдалануы мүмкін. Сенің Қытайға қарсы бір сөздер айттың ба, бір іс-қимыл жасадың ба, соның бәрін бақылайды да, саған сенің басқа бір жол ережесін бұздың ба, уақытында бір кредит қайтармадың ба, ұсақ түйек бірдеңені пайдаланып алады да, сені жолыңды тежеп тастайды. Қытайда кәдімгідей әрбір азаматқа өзінің рейтингісін қойып қояды екен. Жол ережесін бұздың, кредитті уақытында қайтармадың, тағы бір бәле дейді, саған төмен рейтинг беріп тастайды. Яғни бұны адам жасамайды, бұны программа сөйтіп жасап тастайды. Соңмен бүкіл халық Қытайдың айтқанымен жүріп,
айдағанына көнетін халық болып шығуымыз мүмкін. Бұл бізге керек па? Неге біздің билік осыны жасап жатыр? Менің санама кірмейді. Мына цифрлық технология деген бүкіл әлем қолданып жатыр. Бұл тура атом бомбасы сияқты. Атом бомбасын бір кезде ғалымдар ойлап шықты да. Енді мынандай ядроны расщепление ету арқылы бүкіл қалаға жарық беруге болады. Осыны игілікке де пайдалануға болады. Бірақ қазіргі видеодағыдай көріңіздер кейін американдықтардың қолына түсіп еді. 5 минуттың ішінде 2 қаланы жоқ қылып жіберді. 6 августа 1945 года. Взрыватель сработал через 45 секунд. Міне қараңыздаршы, бұны игілікке де, зұлымдыққа да пайдалануға болады. Ал енді билік неге халықты бақылау керек? Мне нужны все его телефоны, данные с блэклисту, сведения о его квартире, машине, банковские счета, кредитки, маршруты поездок, все его замыслы, все его действия, каждую его сокровенную тайну. И больше всего мне нужны ими и всесторонний контроль над его источником. Это приоритетный с 4-го уровня вопросы. Тогда действуйте. Билік деген кім ол? Билік ол халықтың қызметшісі, слуга народа. Мысалы, министр ма, әкім ба, полицей ма, депутат па, президент па, ол халықтың қызметшісі. Біз бағбан жалдап аламыз, жүргізуші жалдап аламыз. Дәл сол сияқты олар біздің жалдап алып, біз ақша төлеп жұмыс істетіп отырған біздің қызметшіміз. Бағбаның болмаса жүргізушісің өзінің қызметін дұрыс істемесе, сіз не істейсіз? Айтасыз, айналайын, орынды босат, мен басқа бір бағбан, басқа бір жүргізуші алып аламын деп. Дәл сол сияқты бізде олар дұрыс қызмет істемесе, біз оларды ауыстыру керекпіз. Депутаты бола ма, министр бола ма, прокурор бола ма, әкімі бола ма. Енді егер біз бақыласақ, біз соларды бақылау керекпіз. Сондықтан менің ұсынысым мына жасанды жадының, мына цифр технологияның, биг дата, үлкен деректердің мүмкіншілігін билікті бақылауға пайдаланайық. Биліктің адамдары бюджетке қанша ақша түсіп жатыр, бәрін күн сайын көрсетіп отырсын. Мұнайдан қанша ақша түсіп жатыр, қазба байлығынан қанша ақша түсіп жатыр, ол қайда жұмсалып жатыр, әкімдер не істеп жатыр, қайда барды, не істеді, кіммен жүрді, қандай үйде тұрады, қандай көлік мінді, соның бәрін халыққа көрсетіп отырсын. Өйткені халық ие, олар қызметші. Ал неге біздің қызметшіміз, біз жалдап алған қызметшіміз өзінің иесін бақылау керек? Бұл әділетсіздік пе? Әділетсіздік. Елдің иесі, жердің иесі халық, биліктің иесі халық болуға тиіс. Сондықтан бүкіл сергекті сол біздің қызметкерлерімізді, жалшыларымызды бақылауға қолданайық. Біздің жинап берген ақшамызды, біздің жеріміздің байлығын жинап бюджетке қайда толтырып, оны қайда жұмсап жатыр? Осыны көрсетіп отырсын. Бұны осылай қолдануға болады. Осыны бүкіл халық болып, бүкіл мына депутаттардан талап етейік. Депутаттар мына министрліктен, самұрықтан, басқасынан талап етсін. Мына цифрлық технологияның бүкіл мүмкіншілігін, сіздердің істеп жатқан істеріңізді, қаржының қайда кетіп жатқанын бақылап отыратын болсын. Халық ешқандай айғай-шусыз, дабырасыз, көтеріліссіз осыны талап ететін болса, билік ешқайда бармайды. Олар істейді. Олар біз жалдап алған қызметкерлер. Сондықтан осы видео сіздің көңіліңізден шықса, бүкіл WhatsApp арқылы барлық халыққа таратыңыз. Депутаттардың құлағына жетсін, әкімдердің құлағына жетсін, министрлердің құлағына жетсін. Мына сергекті тоқтатсын. Халықты бақылауды тоқтатсын. Халық олардың үйіндегі күшік емес, не істегенін, не жегенін қарап отыратын. Халық биліктің иесі, жердің иесі. Халыққа жағдай жасау керек. Кәсіп жасағанына, білім алғанына, мына жер асты байлығының тең бөлінгеніне, бұл байлықтың, жиналған байлықтың болашаққа жұмыс істегеніне, бізде өндіріс дамытуға, ғылымды дамытуға жұмсалуына жағдай жасау керек. Біз билікті сол үшін жалдап алдық, оларға сол үшін біз ақша төлеп асырап отырмыз.